Армысыз ағайын, бүгін ары қарай жалғастырайық әңгімемізді. Мына ұзақ өмір туралы, жалпы өмір туралы. Соның ішінде мына адамдар неге айналыспайды өзімен, өзін неге күтпейді деген сұраққа бір шолу жасап көрейік. Неге адам өзін күтпейді? Бұл жерде қазақтар, орыстар дейтін ештемесі жоқ. Бұл барлық адамдарға тән, барлық ұлттарға, халықтарға. Адамдар өзін күтпейді. Әбден амал қалмағанда ғана нете бастайды, іздене бастайды. Не істесем, қалай істесем деп көбінде. Енді соның ішінде біздің қазақтарды айтсақ, қазақтардың несі жағдайы былай, ұят болады деген сөз. Той жасамасам ұят болады, мешітке мінбесем ұят болады. Балам оқуға түспесе ұят болады. Тойға бір 500 адам шақырмаса ұят болады. Ана бірдеңе болып жатыр, ұят болады. Ананы жасау керек, жұрт не айтады? Жұрт деген кім? Ол ешкім оны анықтамайды. Жұрт әйтеуір. Жұрт не айтады? Жұрт түсінбейді, жұрт сөйлейді деген әңгімелермен. Жалпы айтқанда, той домалақ, ойын сауық, сондайдың бәріне қашанда уақыт та табады, ақша да табады. Өзін күтуге уақыт жоқ, ақша жоқ екі бастан. Халық сондай. Тек әбден тірелгенде ғана барып іздей бастайды. Сосын ақша жоқ деп тағы шығады. Ақша жоқ, ой жоқ, мен емделмеймін, бармаймын деп. Жақсы, сен енді ол әбден уже ауырып шегіне жеткен кезде, енді басталып жатқан кезде ше, неге емделмейсің саған? Неге өзіңді өзің күтпейсің, шешпейсің? Оның да себебі бар. Себебі ол тұра тұрады. Басқа шаруа бар. Уақыт жоқ оған. Жұмысты кім істейді, баланы кім бағады, тамақ кім пісіреді, кім кір жуады, кім тойға барады, кім қонақ күтеді. Уақыт жоқ. Телевизор кім қарайды, сериалдарды бітпейтін, немесе саясатты. Өзін өзі күтуге уақыт жоқ. Күніне 1 сағат, 1 жарты сағат табу ол проблема. Сағаттап телевизор қарау, немесе қазіргі заманның несі бір бәлесі, смартфонда отыру, интернетке кіріп алып, оған уақыт бар. Сағаттап отырады, сағаттап. Өзін күтуге 1 жарты сағат табу ол жатқан бір проблема. Сол себепті адам өзін күтпейді. Негізі 24 сағат бәріне жетеді ғой, шындығында. Бірақ қазіргі заманғы адам, соның ішінде енді біздің қазекең, 24 сағат уақыттың 23 сағатын не отырады, не жатады. Тек 1 сағаты неге кетеді? Тұрып туалетке дейін бару, кухняға дейін бару, мешнеға дейін бару, жұмыс орнына дейін бару, тек сондайға дейін, қонаққа дейін бару, сондай уақыт кетеді. Болды. Басқасының бәріне ешқандай не жоқ. Уақыт жоқ. Енді ол рас. Шыны керек. Бәрі мойындайтын шығар оны. Содан енді не қалады? Денсаулық қалмайды әрине. Ештеңе де қалмайды. Әбден шаршап, әбден біткенше жүреді адам, сосын барып қана қимылдай бастайды. Сол уақыт жоқ деген содан шығады. Уақыт негізі бәріне де жетеді. Уақыт бар, ақша да бар, табуға болады. Таппасаң ізден, жұмыстан бірдеңе қыл, тап, өзің шеш. Күнделікті өзіңді өзің үстіңді уқалап, сылап, сипап отырсаң, күнде ешқандай массажистің да керегі жоқ, ештеменің де керегі жоқ. Күнделікті өзің жаттығулар жасап атсаң, тап осы менің каналымда бірталай жаттығулар бар, соны жасауға көп. Соларды алда бір ұнаған жаса, или қолынан келетін жаса. Кім саған кедергі жасайды өзіңнен басқа? Соны жасамайсыңдар ғой.
жаяу жүр көбірек. Баспалдақты қолдан. Баспалдақ ең жақсы тренажер, ең жақсы тренировка. Баспалдақпен жүру жоғары төмен. Содан артық не жоқ. Ешқандай неге барып керек жоқ, ақша төлеп керек жоқ. Бір неге фитнес залға барып, спорт залға барып. Сол баспалдақпен жүр, жаяу жүр өзің, көбірек жүр. Көбірек жүр. Отырма болжайып. Тұрда жүр көбірек. Біреуді жұмсай берме. Мен үлкенімде өзің бар. Жұрт не айтады деп ойлама. Жұрт қайтесің ол жұртты. Кетсін әрі, одан әрі. Сен денсаулығың керек қой, денсаулық керек болғандықтан оны жүру керек көбірек. Көбірек қимылдау керек. Тамақ ше бермеу керек көп. Жемендеп, шайнап, тамағыңды жесең, ештеңе де болмайды. Әбден 2 кило, 3 килолап жей бермей, жаймендеп, шайнап жесең, көп жемейсің, бірақ тоясың. Соның өзі бірталай күшіңді үнемдейді. Себебі тамақ қорытуға көп уақыт кетеді. Көп уақыт емес, уақыт кетеді ғой. Көп энергияң кетеді сен, көп қуатың кетеді. Өмірлік энергияның көбі сол тамақ қорытуға кетеді. Бізде таң атқаннан кешкен тамақ ішеміз де. Және бір Еуропадан келген, сол мына Еуропадан орыстардан бізге келген міндетті түрде таңғы ас ішу керек, түскі ас ішу керек, кешкі ас ішу керек. Оның ортасында қазақтардың өздерінің нелері бар. 5 шай, андай шай, мынандай шай. Күнде 5 рет, 6 рет тамақ ішеді ғой, былайша айтқанда. Біздің ағзамыз босамайды сол ас қорытудан. Бүкіл энергияң бәрі сол тек таң атқаннан кешке ас қорытуға кетеді. Сондықтан ұзақ өмір сүрмейтінімізде бір себебі сол, үлкен бір себебі. Таң атқаннан кешке дейін организм, біздің ағзамыз ас қорытумен өткізеді. Оған өте көп қуат керек, өте көп. Өмірлік энергия көп кетеді. Сондықтан ас ішуді азайтқан жақсы. Жалпы былай санын азайтқан жақсы. Күніне 1 рет, әрі кетсе 2 рет ішсең жетеді. Және астың өзінде азайтқан жақсы, көлемінде. Кішкентайдан жесең жетеді сол. Тою үшін шайнап жеу керек, асықпай. Асықпай шайнап жесең, сен былай тоясың тамаққа. Сондықтан оның бәрін егер қадағалай бастасаң, соны орындай бастасаң, денсаулық мәселесі анағұрлым оңай шешіледі. Денсаулық болмаса, ол сен тапқан ақшаң не, мансап дәрежең не, басқасы не, қалады ғой бәрі. Дүния жинаған, үй, машина дегендер, егер денсаулығың болмаса, қиналып жүрсең, жаның қиналып жүрсе таң атқаннан кешке дейін, ол жинаған дүния мүлігің, мансап дәрежең не береді саған? Не жақсылық береді? Ештеңе де бермейді әрине. Денсаулық болмаса. Денсаулық керек қой бірінші. Бірінші мәселені, бірінші сенің назарыңды денсаулыққа аударуың керек қой. Содан кейін барып қана басқасын істеуге болады. Денің сау болса, содан кейін барып назарыңды басқаға аударуға болады. Сау денсаулығыңмен. Сондықтан соны ойланып, әрине бәрі бірдей қазір шауып, сол денсаулық күтумен айналысып кетпейді. Оған енді мен түсінем. Бірақ дегенмен осы аралда, осы тыңдаған адамның арасында бірнеше адам табылса да, соның өзі мен үшін бірталай бір қуаныш болар еді. Ең болмағанда бірнеше адам соны өзгерсе, көзқарасын өзгерсе, өмірге, өзіне деген. Соның өзі де, тіпті бір адам өзгерсе де, соның өзі де маған үлкен дәреже. Сұрақтарыңыз қойыңыздар, сауалдарыңызды қойыңыздар. Қандай мәселелерді қарастырайық, соның бәрін айтуыңызға болады, жазыңыздар. Мен қашанда сіздермен жұмыс істеуге дайынмын, жауап беріп, соған сұрақтарыңызға түсіндіріп дегендей, соның бәрін бөлісуге қашанда дайынмын. Соны сіздер өздеріңіз тек уақыт бөліп, кішкене 1-2 минут тыңдап, қарап, сұрақтарыңыз болар, айтып, бір өтініштеріңіз болар, осы мәселені қарайық деп, бір айтыңызшы деп. Соның бәріне біз қашанда мен дайынмын. Қуанышпен, үлкен бір немен, көңілмен мен бәрін
колумдан келгенче көмөктөшүүгө, айтууга, бөлүшүүгө дайынмын. Азырча сол. Сау болуңуздар. Келесі кездескенче.